Сәлем достар, Каленовтар отбасының каналына қош келдіңіздер. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз банан шоколаде жасайтын боламыз. Маған мамамындай лапка берді үйімізден. Лапканың жаңа түрі шығыпты, сырты біртүрлі, стағанға неприятный, аю түрі шығыпты енді. Ал достар, бірінші біз банандарды ашып тазалап аламыз. Сырттарын ашасын бананның. Ali yaşam diyor. Aşam. Aşam. Öyle ne diyeyim dedim. Yüzüm sonra çalamam. Dostlar, biz орын ауыстық, потому что бұл жерде енді пышақпен жұмыс болады. Мына банандарды үшке бөліп шығамыз. Достар, бананды осылай кесіп, осындай зубочистка тығып дайындап алдым. Енді бұны жарты сағатқа немесе 20 минутқа холодильникке қойып қою керек, морозильникке. Достар, біз банан шоколаде бірінші рет жасап тұрмыз. Сол үшін қатты сөкпейміз. Тәтті шығады деп үміттенеміз. Достар, біздің банан шоколаде дайын болды. Қатты сөкпейміз, потому что біз бірінші жасап тұрмыз. Әлі қыр-сырын білмейміз. Тиктокта хит болып жүрген Маклюбенің трендінде қалып кеткен бізде ше. Сол тура бізге арналады. Банан шоколад жасадық. Құлтынай таппадық базарлардан. Вообще құлтынай жоқ екен, сол үшін банан жасадық. Ал Алина жеп көр. Тәтті ме екен? Алина жемдеп жатыр. Жеп көремін. Келесі жолы, достар, бұдан да әдемі жасаймыз. Сәндеп, келесі жолы біз клубника в шоколаде жасаймыз. Достар, біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерден тек қолдау күтеміз. Пока.